бір шешесі мен айтқан көрініп қалады. Дегесін ба. Білет, Қайрат Нұртасқа рахмет айтамын. Қайрат Нұртасты ажырастырып жатыр, үйлендіріп жатыр. Ойбай, Қайрат Нұртас любовницасына үй әперіпті. Қайрат Нұртас біреу зорлап кетіпті, өліп қапты деп. Біздің осы өзіміздің бауырлар ғой соны шығарып жатқан. Білә, мен баяғы түсінбеушім. Баяғыда осы 2 жыл бұрын, 4 жыл бұрын Қайрат бауырымызды. Енді басыма тиіп жатыр да. Бір-бірле болса мені шығара береді, жамандап. Мен ән орындасам, мен әнім қит болып қазақ халқында танымал болса, ойбай пәленшенің әні ғой, бұл алқаштың әні ма, наркоман, шешесі Нұрған дей ма, бір-бірле дей ма, өте жауап маған. Тура содан кейін. Мен ештеңе істесем жақпаймын ғой. Мен барлық жақсылықты істесем де жақпаймын ғой. Просто өлең айтсам да жақпаймын, өлең айтпасам да жақпаймын. Эфирге шықсам да жақпаймын, шықпасам да жақпаймын. Шықпасаң шықпадың деп, сен біреу қорқытып жатыр ма, үркітіп жатыр ма деп шығады. Шықпасаң да эфирге. Ой, біле.